Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен де сәулетші боламын». Жаңа сөздермен танысайық. Кесене – мавзолей, сырты – снаружи, төбе – вершина, холм – потолок, мұнара – башня, орналасқан – расположен. Жаңа сөздермен сөйлем құра. Составь предложение с новыми словами. Сначала мы составляем словосочетание. Кесененің суреті, рисунок мавзолея. Кесененің төбесі, потолок мавзолея. Кесененің сырты, снаружи мавзолея. Кесененің мұнарасы, башня мавзолея. Теперь к этим словосочетаниям мы добавляем слова. Кесененің суреті қандай? Әдемі, красивый. Кесененің төбесі биік, высокий. Кесененің сырты ақ, белый. Кесененің мұнарасы әдемі, красивый, красивая. Бұл не? Бұл кесене. Бұл кімнің кесенесі? Это чей мавзолей? Бұл Ахмет Яссауидің кесенесі. Это мавзолей Ахмета Яссауи. Кесененің сырты қандай? Снаружи. Мавзолей какой? Кесененің сырты әдемі. Кесененің төбесі қандай? Потолок. Мавзолей какой? Кесененің төбесі биік, высокий. Мәтінді тыңда. Слушай текст. Бұл Райымбек Батырдың кесенесі. Кесене Алматы қаласындағы Райымбек Батыр көшесінде орналасқан. Кесененің төбесі биік, мұнарасы әдемі, сырты аппақ. Кесененің жобасын белгілі сәулетшілер Бек Ибраев, Шәмші Өтебаев, Сәдуақас Атығаев жасаған. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. По тексту ответь на вопросы. Бұл кімнің кесенесі? Это чей мавзолей? Кесене қайда орналасқан? Мавзолей где расположен? Кесененің сырты қандай? Снаружи мавзолея какой? Кесененің жобасын кімдер жасады? Проект мавзолея кто составил? Кто разработал? Өзіңді тексер, проверь себя. Бұл кімнің кесенесі? Бұл Райымбек Батырдың кесенесі. Кесене қайда орналасқан? Алматы қаласында орналасқан. Кесененің сырты қандай? Кесененің сырты аппақ. Кесененің жобасын кімдер жасады? Бек Ибраев, Шәмші Өтебаев, Сәдуақас Атығаев жасаған. Сабақ аяқталды. Жарайсыңдар оқушылар. Сау болыңдар.